I just wanna feel something. I just wanna feel something really real, so that I can really feel like a person again. Барлықтарына сәлем. Бүгін менің каналымда қонақта менің туған әпкем Жансая. Бүгін 15-і және де бұл кісінің туған күні. If it's quite alright, I need you, baby, to on these lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say. 24 лет. Я ее родная сестра. Характер у меня, конечно, не легкий, не сложный. Я очень люблю животных, особенно мою кошечку, британку. Чаще очень люблю сериалы корейские и турецкие. Ну, индийские тоже увлекаюсь. И люблю танцевать. Вообще это мое хобби. Она хореограф. Была. Будет. Есть. Наверное. Ал енді тікелей сұрақтарға көшетін болсақ, сіздің сүйікті тамағыңыз? Куриные крылышки. Мен әшке фото сұрады. Қай түсті сіз жақсы көресіз? Белый. Қай тілдерді сөйлей аласыз? На русском, на казахском. Қазақша, орысша тілдерде сөйлей аласыз дедіңіз. Я. Французский, латинский, корейский, американский, английский. Қайда ажармен бірге барғыңыз келеді? Басқа шет елдің қайсына? Парк. Неге? Я люблю животных, ты любишь Шетел животных. зоопарк? Да. Зоопарк шетел. Шетелдің зоопаркі? Да. Сіздің сүйікті блогеріңіз және де BTS-ті білесіз бе? BTS. Да. Нахуй, не слышала. Сүйікті блогеріңіз? Аминка. Маленькая. Такс. Ажардың сүйікті өлеңі? Меломан. Крабл. Мен меломан. Такс, келесі сұрақ. Сіздің сүйікті актеріңіз және де сүйікті корейский актеріңіз бар ма? Бұрын дорама көріп. Любимый актер Жан Ган Сок. Любимая актриса Сьюзи и Пак Шин Хи. Бұрын дорама көрпедіңіз. Дорама көп. Дорама шетсіз. Такс, келесі сұрақ. Ажар кішкентай кезінде қандай болды? Очень капризный. Плакса. Ну и өлең айта беретін. Талдың басынан шығамын. Каналға түсуге не себепші болды? Она мне заплатит за это. Окей. Қанша? Такс, сестренкаңыздың жаман қасиеті? Характер. Такс. Адамдағы бағалайтын 3 қасиетіңіз? Добрый, веселый, танцор. Такс. Ажарды ең алғашқы көргенде қандай сезімде болдыңыз? Я не знаю, мне было 7 лет. Я обрадовалась. Ажар бала кезінде қандай болған, және сіз оның кесірінен анаңыздан сөз естіген кезіңіз болған ба? Ажар в детстве была очень пухленькой, сладенькой, красивой. Вообще умным была ребенком. С детства училась хорошо, очень воспитанная, стеснительная, очень талантливая. Вот очень стеснительная. Вообще, мама меня отругала, когда она упала с велосипеда и когда на башке появилась шишка. Короче, сол синякты, по идее, мен өзім ұлағам.
мен андай үлкен болсам да өзімнен кішкентай великке отырып, потому что типа далада қараңғы болды, я хотела покататься, но ана велик маған кішкентай болды, и в итоге бац упала, и даже такой синяк болды. И короче, солай мама ойлап қалды, что Джако байқаусы мен там серуендетемін деп құлатып алды. Қандай фильмдер немесе сериалдар советовать етуші едіңіз? Я на данный момент смотрю сериал турецкий «Два лица Стамбула». Там 50 серий, и там играет очень известная актриса с фильма «Кара Севда», Неслихан Атагюльда. А корейский советую самый-самый шикарный, это который мне нравится. Ну, конечно, на первом месте В4, потом «Золушка и 4 принца» и «Мечтатели». Там играет моя любимая актриса Сьюзи. Первый сезон или второй? Ну, больше нравится мне... Нет, оба сезона. Они оба шикарные. Во-первых, лучше. Сіз енді өмір көргенсіз. Сол себепті бір менің жақсы таз дос болуымнан онда сұрақ келген. Дұрыс айтып отырмын. Қыздардың логикасын неге түсіну қиын деген. Потому что на то и есть кыздар. Ну, меня тоже очень сложно понимать. Қандай кеңес берер едіңіз соны түсінудің? Просто не разговаривайте, когда они злые. Все. Бала кездеріңіздегі жыр екеулердің араларыңыздағы ең күлкілі сәт. У нас вся жизнь смешная. Сіз бала кезіңізде кім болуды армандадыңыз және де қазіргі таңда кім болдыңыз? Я хотела стать медсестрой, но эта мечта не сбылась. Но сейчас у меня свое дело. У меня сейчас малый бизнес. Вот. Тұрмыстасыз ба? Я. Өзіңіздің жұбайыңызбен қалай таныстыңыз? В Семейде Центральный паркта таныстық. В Семейде Центральный паркта 2017 жылы, жоқ 2016 жылы таныстық. Мы с подружкой проходили. Они, получается, за нами следили до магазина. Так и познакомились. Осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған менің туған әпкем Жансая және де сіздермен бірге болған Ажар Зетбин. Егер менің осындай сұхбаттарды көшеде өтіп бара жатқан адамдармен түсіргенді қаласаңыздар, комментарийға плюс қалдырыңыздар. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.